Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен күрке тауық етімен, яғни индейкамен өте дәмді таңғы ас дайындайтын боламын. Ол үшін біз күрке тауық етін бөліп аламыз, тазалап, сыртын сүртіп, құрғатып, сыртына тұзын, бұрышын, паприкасын және де чеснокты теркадан өткізіп қосатын боламыз. Жақсылап екі жағына араластырып жағамыз. Содан соң гхи майына қуырылатын болады. Гхи майы дегеніміз бұл бізде тазартылған өте дәмді май болып, пайдалы май болып есептелінеді. Осылай жақсылап қатты отта екі жағынан қыздырып тұрып қуырып алғаннан кейін астын басып, жай отқа қойып қоямыз пісем дегенше. Содан соң біз нанымызды аламыз. Нанымыздың екі жағына гхи майын жағамыз да таза сковородкада қуыратын боламыз. Хохландтың немесе президенттің плавленый сырын аламыз, пластовый. Бұны біз нанның үстіне қою үшін осылай әдемілеп турап қойдық. Содан соң салатқа көшеміз. Салатымызды жуып, тазалап, дайындап қоямыз. Дайын болған нанымыздың артына чеснок жағамыз. Одан кейін хохландтың творожный сырын екінші жағына осылай әдемілеп біркелкі етіп жағамыз. Немесе ортасына жай ғана қойып қойсаңыздар да болады. Күрке тауық етін қатты өткір пышақпен алып, турап, жіңішке етіп, осылай гүл етіп қойсаңыздар да болады. Енді ары қарай салатымызға көшеміз. Салатымызды осылай жақсылап майдалап турап аламыз. Содан кейін жұмыртқамызды пісіреміз. Кім қалай жақсы көреді үйде, солай пісіріп берсеңіз болады. Менде жолдасым глазуни жақсы көреді, мен толығымен піскен жұмыртқаны жақсы көретін боламын. Мінекей біздің салатымызды жақсылап тұзбен, маймен араластырып, үстінен бальзамический соусты құйды. Олай болса, сіз де менімен бірге дайындаған болсаңыз, астарыңыз дәмді болсын. Каналымызға жазылып, комментарий, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса қалдырсаңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Ас болсын!